тураймыз. Мынандай брокколи аламыз, тураймыз. Мынандай етіп тураймыз. Қайнап тұрған суға брокколиді салып 3-5 минут қайнатып аламыз. Енді түрлі түсті капустаны сақтап тураймыз. Түрлі түсті капустаны осылай турап аламыз. Сүзіп аламыз ыссы судан. Сосын мұздай суға саламыз. Помидор саламыз ішіне. Қызанақты осылай турап аламыз. Піскен брокколиді осылай сақтаймыз. Мынандай сары болгар бұрышы мен қиярды аламыз. Ұсақтап тураймыз. Болгар бұрышын осылай тураймыз қазір. Қиярды да тураймыз. Лимонның суын сығып аламыз. Зәйтүн майын аламыз. Лимонмен араластырамыз. Араластырып қоямыз. Зәйтүн майымен лимонды араластырып қоямыз. Жақсылап араластырамыз. Қалағаныңызша бұрыштар салуға болады. Сонымен қатар күнжіт дәндерін қосуға болады. Жақсылап араластырамыз. Укроп жаздың кезінде жаңағы петрушка, түрлі базилик қосуға болады. Жақта біздер қазір мұздатылған укроп қосамын, петрушка қосамын мұздатылған. Сонымен қатар бұның әдемілеп дастарханға қойғанда үстіне күнжіт дәндерін себуге болады. Қара күнжітті себуге болады. Сонымен қатар шемешкі дәндерін себуге болады. Ол жаңағы нәрлі болады. Жаңағы протеин дейді ғой. Сол салаттың нәрлі болуына. Күнжітпен жаңағы семешкі. Жақсылап араластырамыз. Қазір дастарханға қойғанда үстіне әдемілеп дәндерді сеуіп қоюға болады. Осындай әдемі түрлі түсті салатымыз дайын болды. Соңынан қалауымызша тұз қосамыз.